Сәлем достар, сіздермен шипагер арнасы. Қауынның адам ағзасына пайдасы туралы білгіңіз келе ме? Ендеше тамашалайық. Қауын асқабақ тұқымдасына жататын бір жылдық өсімдік. Қауын жабайы түрде оңтүстік батыс Азия мен Африкада өседі. Бұдан 2000 жыл бұрын қауынды кіші және Орта Азия жерінде мәдени дақыл ретінде өсіре бастаған. Жапырағы ірі, кезектесіп орналасқан, жіңішке сабағы буындарға тармақтанып, жерде төселіп өседі. Гүлі сары, дара жынысты, қос жынысты түрі де кездеседі. Жемісі көп тұқымды, жемісінің түсі де, пішіні де түріне байланысты әртүрлі болады. Салмағы 200 граммнан 16 килограммға дейін. Қауынның жемісінің құрамында 4,5-18% қант, 0,6% белок, С витаминдері, кератин болады. Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Тәтті әрі піскен қауынды қалай таңдау керек? Қауынның түсі өз сұрпына сай болуы керек. Егер сыртында жасыл тұстары болса, піспегенін аңғартады. Ал қауынның кейбір сұрыптарында өзіне тән жасыл жолақтары болады. Қауынның сыртын жақсылап қараңыз. Ол бүтін, қара дақтарсыз, сызатсыз болуы керек. Сонымен қатар, жарылған жерлері болмауы тиіс. Қауында бактериялар тез көбейеді. Сондықтан үнемдеу үшін бөлінген қауынды алудың қажеті жоқ. Қауынның қабығын басып көріңіз. Ол қаттылау болуы керек. Бірақ тым жұмсақ немесе тым қатты болса, басқасын таңдағаныңыз дұрыс. Қарбыз таңдағандағы сияқты қауынның да сыртын алақанмен ұрып көру керек. Егер қатаңдып шықса, піскенін аңғартады. Қауын қаншалықты жақсы піссе, оның құрамында хош иіс беретін заттар да соншалықты көп болады. Сондықтан әбден піскен қауынның иісі мұрын жарады. Одан ананас, ваниль және алмұрттың аралас иісі шығады. Жолдың бойында сатылатын немесе жерде жатқан қауындарды сатып алмағаныңыз дұрыс. Себебі қауынның сырты жұқа әрі нәзік болатындықтан токсиндер, ауыр металдар және басқа да улы заттарды жылдам сіңіріп алады. Қауындағы дәрумендердің ағзаға пайдасы. Қауынның құрамы С дәруменіне бай. Оның кез келген сортының 100 грамм бөлігі ағзаңызды бір күндік С дәруменмен қамтамасыз етеді. Бұл дәрумен адам ағзасындағы ұлпалардың қалыпты жағдайын сақтауға септігін тигізіп қана қоймай, жара орындарының тез бітелуі мен тіс пен сүйектердің тез қалпына келуіне мүмкіндік береді. А дәрумені де молынан кездеседі. Теріңіз бен көзіңіздің қарашығына жақсы әсер етіп қана қоймай, көздің көруін жақсартады. Оның жетіспеушілігі иммунитеттің төмендеуіне әкелуі әбден мүмкін. Қауынның көптеген түрі В дәруменіне де бай. Бұл дәрумен қант пен көмірсуларды өндіретін болғандықтан денеңіз күні бойына қуатқа толы болады. Барлық жеміс пен көкөністер секілді қауынды арықтауға қолдануға болады. Оның калориясы өте төмен, әрі май құрамында мүлде жоқ. Құрамындағы судың көптігі күні бойы өзіңізді тоқ сезінуге мүмкіндік береді. Ал тәтті дәмі шоколадқа деген құштарлығыңызды төмендетеді. Ол ішектерді тазартып, іш қатудың алдын алады. Құрамындағы минералдар асқазанда туындайтын ауруларды жойып, қышқылдық ортаны реттеп, ас қорыту жүйесін жақсартады. Құрамындағы дәрумендер терінің саулығын қамтамасыз етеді. Қарттықпен күресте қауын өте тиімді. Қауынның сыртқы жұқа қабығын бетіңіз бен мойын терілеріне 15-20 минут қою арқылы да емделуге болады. Қауынды күн сайын таңертеңгі асыңыз ретінде қолдансаңыз, бүйрек ауруының туындау мүмкіндігі төмендейді. Немесе егер бүйрегіңіздің семіп бара жатқанын білген болсаңыз, қауын дәнін алып, 5-10 минут отқа қайнатып, аш қарынға жылылай ішуіңізге де болады. Ежелден ақ қауын шырынын ішек құрттарына қарсы ем ретінде тамақ аурулары мен созылмалы жөтелге қарсы қолданады. Жемістерін туберкулез, бронхит, ревматизм ауруларында қолданады. Және қызық, ет қайнап жатқанда қауынның қабығын салса, жұмсақ болады дегенде ақпарат бар. Мінеки, құрметті көрермен, бүгінге ақпарат осы. Егер ақпарат ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.